Сіздерге бір жақсы жаңалық айтайын. Сол 7 күні Украинаның дрондары Мәскеуге жақын бірнеше кішігірім қалаларды және де Ресейдің басқа қалаларын, олардың аэродромдарын соққылады. Енді қараңыздар, 9-ына кәдімгідей дайындалып отқан сияқты. Сондықтан Кремльдің төрі қазір олар барынша бүкіл Ресейдің аумағынан жаңағындай дрондарға қарсы қаруларды жан-жақтан қойып жатыр. Мінекей. Сондықтан олардың параты өтуі мүмкін әрине, бірақ ертең бір жерде соққы алып жатса, сол параттың үстінен беспилотниктер түсіп жатса, мен таң қалмаймын. Мінекей. Украина ол нәрсеге дайындалып отыр. Олар кешегі күннің өзінде Ресейдің Мәскеудің маңындағы аэродромдарда өздерінің дрондарымен соққы берген. Яғни беспилотник шығаратын заводтарына, кішігірім ұшатын жерлерін барлығын соққыға жыққан. Ал 9 күні не болатынын кім білсін.